Мен математикпін. Мен немін? Математикпін. Мықты есептеймін. Бір мынандай тау бар еді. Бір не бар? Тау бар. Мен осы таудың үстінде қой бағам. Мына төбеде отырып, 100 қойымды бағып жатырмын. И осы таудың жанынан қой жол өткен. Мына жерде бір не бар андай? Туннель бар. Ар жаққа қарай кіріп кетеді. И мына жағында тағы да не бар? Қой жол бар. И екі қой жол бар да осындай. Өкінішке орай, осы мына пойыз бек қарай келеді. Мына пойыз мына жаққа бір жолдан, мына пойыз мына жақтан мына жаққа қарай келу керек негізі. Екеуі екі жолда келу керек былайынан. Пойызшылар бар ғой жерде, иә? Пойызшылардың темасы. Екі жолдан келу керек. Бірақ қателесіп, мынаның рейлісі мынаға не істеп қойған біреу? Бұрып қойған. Екеуі де не келіп жатыр қазір? Бір жолмен келіп жатыр. Бірақ бір-бірін көріп жатыр ма? Жоқ. Туннельдің ішіне мынау 85-пен келіп жатыр. 85-ші жылға барайын мына жерде. Мынау 90-мен келіп жатыр. Пойыз біздегі пойыздар ең қатты скорость нешемен жүреді? Біздегі пойыздар 120-мен жүре ма? 140-қа шейін бара ма? Алхамдулилlah. Жақсы. 90-мен келіп жатыр. Таулы аймақ болған жай келіп жатыр. 90-мен келіп жатыр. Ана мен мына жерде қой бағып отырмын да, бір математикпін, нормальный математикпін. Қарасам бір рельсте екі жақта екі пойыз келіп жатыр. Мынау 90-мен келіп жатыр, мынау 85-пен келіп жатыр. Екеуінің арасында 15 километр бар. Мен сразу не істеймін? Есептеймін. Так, мынау 85 километр жылдамдықпен келіп жатса, мынау 90 километр жылдамдықпен келіп жатса, мынау мына жерден шықты, мынау мына жерге жетті, мына жерде екеуі не істейді қазір? Соғысады. Қарап отырмын төбеде. Жазып қойдым, жазып, дәптерге есептеп қарап отырмын. Пойыз келді, дәл мен айтқан жерде не істеді? Соғысты. Сұрақ сіздерге. Осы екі пойыз мен дәптеріме жазып қойған үшін соғысып жатыр ма? Өздерінің уақытысында не істеп жатыр? Соғысып. Менің жазып қоюым осылардың соғысқандығына себепші болып жатыр ма сонда? Егер ертең сот болса, ұрыс жанжал болса, сен неге жаздың деп мені біреу жазаға тарта ма? Неге онда адамдар Аллах тағаланы сен жазып қойдың байқайлап жүр? Түсініңіз ба? Аллах тағала да өмірде мынау математикасын білгеннен кейін істеп жатыр ғой. Өзі математикасы бар, ақылымен жетіп жатыр. Алланың білімі вообще шексіз ғой ол. Ол бүкіл нәрсенің қалай болатынын біліп жазып қойды ғой. Мына жердегі мынау жазып қойған адам, мынау пойызға ешқандай кінәлі болмаған сияқты, Аллах тағала да лаухул махфузда жазып қойғаны өмірдегі адамдардың істеріне ешқандай қатысы жоқ оның. Дұрыс, Аллах тағала оның бәрін есеп кітабымен жазып қойды.